Короче, бүгін тренд түсіреміз. Күйеуіме бір түрлі сұрақтар. Дайынсың ба? Только енді честно жауап бересің. Қарай. Елестет, сен шіріген байсың. Бірақ менсіз. Или қазіргі өмірің менімен. Лучше сенімен қазіргі өмір. Бірақ осы өмір, короче. Кредит пен, короче. Қарызы. Келесі. Күн сайын маған гүл әкелу. Или күн сайын ужин пісіру. Сен гүл әкелейін одан да. Байсың ба не? Жоға табам бір деген. Жарайды. Келесі. Мен саған бір рет измена жасаймын. Или сен маған 10 рет. Ешқайсысы. Жоқ, біреу таңдау керек. Ешқайсысы. Жоқ, біреу таңдау. Кетші бар. Біз төлеген сұрақ тұр ғой. Енді сосына бір түрлі ғой. Келесі сұрақ. Нет. Соңын айтам. Соңын айтам. Жоқ, не надо. Жоқ. Жарайды, соңында айтасың. Мен саған ренжішсем, мен саған ренжіп қалсам, гүл аласың или тығылып қаласың. То есть кетіп қаласың. Сен маған ренжісің ба? Иә, екеуміз ренжісіп қалсақ, сен маған гүл алып келесің или кетіп қаласың, тығыласың. Сен маған ренжісің, Иә. Мен саған гүл алып келем. Жарайды. Үйде кім бастық? Үйде сен бастық. Жарайды. Ас дәмді болмаса, не дейсің? Дәмі ерекше болды дейсің? Или махаббатпен пісірген ғой деп айтасың? Только шынды айт. Жоқ, мен тамақ қашан дәмді болмады. Представь, енді бір түр күйіп кетті. Бывает, күйіп кетеді, бір түрлі болады. Сонда мен тамақты күйдіріп жүрсің ғой, анау. Или жарайды махаббатпен пісірген ғой деп. Өткен тұзы көп болып кетті ғой, махаббатпен болды ғой сол. Қашан? Өткенде ғой. Ача айтпадың. Жай, ештеңе жедім ғой, даканды. 2 күн жедім еще. Жарайды, соңғы манағы вопросқа ораламыз. Кетші. Или мен саған бір рет, или сен маған 10 рет. Кетші. Өй! Айтпаймын ешқайсында. Не болады? Кетші. Айт!